10 жылдан бері жөндеу көрмеген Тұрар Рысқұлов көшесі орташа жөндеуден өтіп жатыр. 4 шақырымнан аса жолдың құрылысына 500 миллион теңге бөлініпті. Жалпы құрылыстың сметалық құны 1 миллиард 300 миллион теңге. Ахмет Байтұрсынов және Әл-Фараби көшелерінің аралығындағы құрылыста лотоктар ауыстырылып, жиектастар орнатылған. Енді асфальттау жұмыстары толық бітсе ел игілігіне берілмек. Осы бөлінген қаржы аясында негізі биылға қаралған қаржы аяқталды. Қазір мердігер мекеме тарапынан жолдың арғы бетін асфальт бетон қабатын қырып, астыңғы қабатты салу жұмыстарын қазірше пока өзінің есебінен жасап жатыр. Біз қосымша бюджеттен тағы да қосымша осы жылға қаржы қарастыру мүмкіндігін қарастырып жатырмыз. Ағымдағы жылы қазан айының аяғына дейін Рысқұлов көшесінің екінші бөлігінде де астыңғы қабат асфальт бетонын саламыз. Тұрар Рысқұлов көшесі қаладағы маңызы бар нысан болғандықтан мұнда көлік ағымы да ауқымды. Сондықтан болар жол активтері ұлттық сапа орталығының мамандары құрылыс сапасын жиі тексеруді әдетке айналдырған. Бұл сапа бақылаушылардың осымен 5-ші рет ат басын бұру екен. Олар алғашқы күнгі тексеруден кейін бірқатар олқылықтар анықталып, мердігер компания өз есебінен қалыпқа келтірген айтуда. Жол құрылысын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері де бақылауға алған. Атап өту керек, бүгінгі таңда сапалы жол жобасы біздің агенттікпен жүзеге асырылып жатыр. Сапалы жол жобасы аясында жыл басынан бастап 15-тен аса рейдтік іс-шаралар жүргізілді. Бұл жұмыстарға тек қана департамент қызметкерлері емес, қоғам өкілдері де қатысады. Атап өту керек, егер мысал үшін кемшіліктер орын алып жатса, біздер мердігер компанияларға тиісті хаттарды жолдаймыз. Сөйтіп мердігер компания бұл кемшіліктерді өздері жояды. Көбіне қандай кемшіліктер орын алады? Жалпы кемшіліктердің орын алмау себептері, бірден-бір себептері сниптарға сәйкес келмегендігі, тротуарлардың, лотоктардың, бордюрлердің сәйкес келмейтіндігі орын алып жатыр. Айта кетейік, сапалы жол жобасы аясында жыл басынан бері қаладағы жол құрылысын тексеру кезінде 70-ге жуық кемшілік анықталыпты. 50-ден астам олқылықты мердігер компаниялар өз қаражатының есебінен өтеген. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нарньюз.